Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге тағы да ақ көйлектерді түктейтін боламыз. Алматының қара шалбарын түктейтін боламыз. Бүгін бізде демалыс күні. Базарға барып келдік. Бізде Алматының енді киімдері көбісі кішірейіп қалған. Жаздық киім мүлдем жоқ десек те болады. Жаздық киім қарадық, жаздық киімнен ештеңе таба алмадық. Шорты қарадық, шорты ұнатпады, но біреуін алды. Хотя біреуін алды. Оған да рахмет. Папасы екеуі бармақшы болған болатын, бірақ араларында түсіп мен бардым, өйткені папасы екеуі кішкене тіл табыспайды дегенде қалай. Папасының вкусы, папасының жаңағыдай талғамы бөлек, баласының талғамы бөлек. Папасы кішкене өз дегенінен алдыртады, одан кейін оны алғаннан кейін Алматы мүлдем кимейді, мүлдем жақтырмайды, оны біліп тұрмыз. Ол құр босқа шкафтың ішінде жатады. Лучше өзім барайын, жаңағыдай Алматының енді талғамын мен біліп қалдым ғой, қандай киім кигісі келеді, қандай жаңағыдай киімдерді ұнатады. Содан кейін барып олармен ілесіп мен де бардым. Сөйтіп папасы өзінің жаңағы машинасына запчастар қарады, бізбен ілескен жоқ. Одан кейін біз Алмат екеуміз өзіміз қарадық нелерді, киімдерді. Өзіне ұнады, өзіне ұнағанын алып бердік, но бір трико мен бір шорты ғана алды, болды. Басқа ештеңе алған жоқ. Алдында базарға барған кезде біз бір бутиктен әдемі бір футболкалар көрген болатынбыз. Алматқа ұнады. Алдында жаңағыдай бір суреттері бар. В общем, маған ұнамайтын ол суреттер. Соны табамай қойдық, сол бутикті. Ар жүрдік, бер жүрдік, даже базардың ар жағына шығып кеттік. Сонымен қайттық үйге. Бүгін или мысалы бутик дем алып жатыр, енді жабылды, білмеймін, или біз көрмедік, енді білмеймін енді. Сонымен бір трико алдық, жаңағыдай шарабара, кең бір трико алдық, одан кейін бір шорты алдық, жаңағыдай шарабара, одан кейін жаңағы майда шүйде іш киім дегендей сондай алдық, болды, қайттық. Сонымен қалған ақшасы өзінде қалды. Скоро Алматының туған күніне ақша берген болатын Алматының, сонымен киінем деді. Мақұл, киіне берсін. В общем, енді басқа жақты қарайтын боламыз. Қандай киімдер бар, қандай нелер бар, соларды қарайтын боламыз. Бүгін сіздермен бірге шкафтың ішін жақсылап жинап алатын боламыз. Өйткені мен әлі ештеңе ақтарған жоқ, ештеңе қараған жоқ. Қазір мына жақтарды ақтарамыз, астындағы жаңағыдай вакуумды пакеттерді қарайтын боламыз. Жаздық қыстық киімдердің орнын ауыстырамын деп ойлаған болатын, бірақ та енді олай болып шыққан жоқ. Қыстық киімдерді жоғарыға апарып, одан кейін жаздық киімдерді төмен түсірем деп ойлаған болатын, бірақ енді араларынан киілмейтін киімдер де шықты. Менің футболкаларым алдында майы бар, дағы бар дегендей, оларды енді майлыққа жіберетін боламыз. Одан кейін Алматының киімдері сандыққа кетеді. Олар бізде кішірейіп қалған. Бірнеше енді киімдер бар, оларды фазендаға апаратын боламыз. Олар мүлдем киілмеді, олар біраз жыл болды енді жатқанына. Осы жол сұрадым, мыналардың барлығын енді действительно кимейсің, одан да апарып бере салайық. Фазендада ол енді міндетті түрде киіледі. Қанша дегенмен де фазендада жұмыс көп, жұмысқа киіп тастайды, ол енді қалмайды онсыз. Әйтеуір киіледі. Біздің үйде енді жатыр барлығы. Қимай жүрді. Біраз енді әні кием, міні кием деп сонымен біраз жылдай тұрып қалды. Сонымен айттым, точно кимейсің деп. Сонымен біразын алып тастадық. Енді бізде папамыздың киімі аздау екен, бізге қарағанда. Күзде киетін әйтеуір бір-екі киімі бар, қыста киетін бір-екі киімі бар, әйтеуір болды. Жаздың күні киетін бір киім бар болды. Жаздың күнге мүлдем қалмаған да, даже футболкалардың барлығы тозып қалған. Кеше өзде киінді ма десем, жоқ, ештеңе алмаған екен. Сонымен өзіне жаңағыдай іш киім алды, сонымен қайтты ол да. Ендігі кезде енді папамызды киіндіруге тура келіп тұр, өйткені мүлдем киім қалмаған, шын айтқанда. Алматының енді біраз киімдерін шығарғаннан кейін бізде енді полка бәрібір де пустой болып қалды. Енді әлі де киінетін боламыз, жаймен қай жерден ұнайды, сол жерден барып киімдер жаңағыдай алатын боламыз. Мінекей жерге осындай жаңағыдай простыня төсеп қойдым, өйткені жерде біз қанша дегенмен де жүреміз, нәскелеріміз қанша дегенмен де кір болады, сондықтан таза киімдерді жаңағыдай жерге жайғым келген жоқ. Бұрындар киімдерді көп ала беретінбіз, әйтеуір түріне қарамайтынбыз, ұнап жатыр ма, скидкаға түсіп жатыр ма, әйтеуір ала беретінбіз. Үйде киімнен көп нәрсе жоқ етін. Қазір енді кішкене болса да ойланып алатын болдық, өйткені бұл киімдердің барлығын бере беретін ешқай жер жоқ. Барлығын тастауға обалсынасың. Соменен әйтеуір киімге қарайсың, мына киімді мен киемін ба, мына киім маған керек па дегендей қарап әйтеуір аласың. Ескірсе орнына басқа біреуін аласың. Сөйтіп алып үйрендік. Тек қана киім емес, бұл жерде енді азық-түлік те жатады,
одан кейін барып өзіңнің қолданатын косметикаң да жатады, одан кейін барып қолданатын ыдыс аяқтарың да майда шүйде заттар да бұл жерге жатады. Мысалға кейбір заттарды біреуден қарап қызығып алып қоямыз, мысалға кейбір заттарды мысалға магазинге барған кезде эмоциямен алып қоятынымыз бар, үйге келген кезде ойланамыз да, мына зат маған точно керек пе еді, керек емес пе еді, мен не үшін алдым мына затты дегендей, сөйтіп біраз қолданбай жүреді сол зат. Одан кейін ол тасталады кейбіреулер мусорға. Мысалға ешкім ала бермейді, қазіргі заманда ешкімнің заттарын ала бермейді, өйткені өте көп заттар, барлығында бар заттар, мысалға барлығында жетеді ондай нәрселер. Сондықтан қазір енді кішкене болса да ойланып барып аламыз, керек па, керек емес па, точно мен бұны қолданам ба, қолданбаймын ба. Бізде енді маркетплейсте ол тұрады, мысалға жүрекше басып қоямыз, бір-екі күн ойланамыз, бір-екі күннен кейін ол затқа как-то көңілің аудармайды, уже керек емес сияқты болып қалады. Сондықтан біраз заттарды енді ала берудің қажеті жоқ деп ойлаймын өзім. Енді үйіңнің кішкентай болғанда бір жағынан жақсы ма деп те ойлап қоямын, өйткені бір ыдыс-аяқ алатын болсаң ойланып қаласың да, үйге мына ыдыс-аяқ керек па, бұл шкафқа сия ма, ертең тағы да тұра ма контейнердің ішінде деп. Қазір енді ойланып алатын болдық, енді кішкене болса да. Енді сіздермен бірге вакуумный пакетке курткаларды салып жатырық. Вакуумный пакетмен де өте кішкентай деп ойлаған болатын, сөйтсем кішкентай вакуумный пакетке салып жатыр екен, үлкен вакуумный пакет бер жақта тұр екен. Сөйтіп барлығын қайтадан шығарып, үлкен вакуумный пакетке осындай қалың үлкен курткалардың барлығын салып, оны скотчтап, өйткені вакуумный пакетте ауа қайтадан толып қалады. Шығаруын шығарасың, бірақ енді ауа қайтадан толып қалады, сондықтан скотчпен жақсылап айналдырып жабыстырып тастадым. Шкафта енді бізде тартпа бар, соған қайта-қайта ілініп қала береді да осы вакуумный пакет. Сонымен ойда жоқ та осындай ой келді да, скотчпен жабыстырып тастамаймын, жақсылап ұстап тұрады ғой, жиналып тұрады. Оның үстінен біраз орын қалды, мысалға енді үстінен тағы да бір киімдер қойсақ болады. Кейбір киімдерді енді жоғарыға қойып қойдым, ол жерде менде тек қана одеялдар жиналып тұратын, сол жерге өзімнің жаңа қалың халатым бар еді, киетін, соны қойып қойдым, ол да одеял сияқты болып қалды. Одан кейін Алматтың қалың водолазкасы бар, оны да сол жаққа қойып қойдым, ол да одеял сияқты болып қалған, әдемі тұр сол жоғары жақта. Енді тағы да бір-екі киім болса әдемі сол жаққа қойып қоюға болады. Жаймен барлығын өйстіп киімдерді сыйыстырып жатырмын. Жазық киімдердің барлығын шығардым, барлығын реттестіріп қойдым. Жазық киімдердің бір жақсы жері өте кішкентай, сыйымды болып келеді, одан кейін неше түрлі болып келеді, ашық түсті болып өте жақсы, өте керемет, маған қатты ұнайды сондай жаңдай түсті. Көбісі менің киімдерім екен, бірақ енді менің киімімнен ешқандай киімдер шыққан жоқ, бір-екі футболка ғана болды. Көбісі бізде папамыздан, одан кейін Алматыдан шықты, киімдердің көбісі киілмейтін болды. Ал менде көбісі киіледі екен, көбісі топик, жаңағыдай футболка, көйлек, юбка дегендей, солардың барлығын шығардым. Одан кейін тоқылатын, осындай пижама, басқалардың барлығын жаңағыдай неге контейнерге салып қойдым. Бұл жерде енді бізде жұқа киімдер осы жерге барлығы сиып кетті. Өте жаңағыдай көп киім екен. Бұның бәрі де менің киім. Мен ала берген сияқтым киімнің барлығын. Либо мен тастамаймын, либо жаңағыдай киімді көп аламын. Өзім киім көп алатын сияқтым ғой. Против ондай қатты бір киіне бермейтін сияқты. Мына бір-екі киім алып қоям, болды әйтеуір. Қыстың күні бір-екі пижама алдым, болды, по-моему. Даже футболка да алған жоқпын, ештеңке де алған жоқпын. Сол бұрынғы өзімнің киімдерімді киіп жүрмін. Енді бұрынғыдай бой өспейді, не қылмайды. Енді пока ескіріп жатқан жоқ, ештеңке қылып жатқан жоқ киімдердің барлығы. Пока киетін боламын. Енді менде ескіріп жатқан ол қалың толстовкалар. Олардың барлығын орнын ауыстыру керек, өйткені кәдімгідей жеңдердің барлығы ескіріп қалған. Мінекей менде осындай киімдер барлығы менікі сияқты. Былай қарап отырсам, қазір байқап отырмын, шынымды айтсам. Осы жинаған кезде мүлдем байқаған жоқпын. Мінекей енді барлығын орын-орнына қоятын боламыз. Барлығын жинадық, барлығын реттестірдік. Енді шкаф жинау менде 5-6 сағатқа созылып кетті, өйткені тамақ істедім, кешке таман бастаған болатын бұл шкаф жинауды. Сонымен тамақ істедік, тамақ іштік, ары-бері тірлік істедік, сонымен жатырға таман бірақ біттім ғой. Толстовка деп жатырмын ғой, енді толстовка алмайтын шығармын деген
деген ойдамын, өйткені Алматының 1-2 толстовкасы бар, соны киетін боламын. Оларды бергенше өзім киген жақсы сияқты, вроде біреуінің начосы бар, біреуінің начосы жоқ. Үйге кигенге болады. Мысалға, далаға көп шығам ғой, жаңағыдай стирка жайған кезде, не болса жаңағыдай басқа да тірлік істеген кезде Алматының сол толстовкалар болады, маған шақ келеді. Сәл-сәл енді үлкендеу, кеңдеу демесең, оверсайз болады маған да сол. Шара бара мен де киемін ғой. В общем, Алматының киімдері бізге ұнамайды, но амал жоқ, енді солай көнуге тура келіп тұр. Одан кейін мінекей сіздерге жаңағыдай тасталатын киімдерді көрсетіп жатырмын. Ол бізде осындай Алматының жасыл футболкасы фазендаға киген болатын, түсі қатты оңып кетті. Бұны тастайтын боламыз. Одан кейін менде осындай сары футболка болатын. Бұнда түсі оңып кетті, түрі онша емес, маған ұнамады. Бірақ енді нормально футболка болады, енді салқын, сондай жаздың күнінде кие берсем болады, қалыңдау, но жаздың күні салқын. Одан кейін Алматының осындай шортыйы, бұл да түсі оңып кеткен, қысқарып қалған, кішкентай уже. Бұны да тастайтын боламыз. Одан кейін өзімнің футболка, мінеки аппақ футболка. Бұны алдында енді дағы бар ма, бірдеңкесі бар, содан кейін бұны да тастайтын боламыз. Бұл да ескірді уже, ақ футболка жай ғана. Одан кейін өзімнің осындай тағы да бір үлкен кең ақ футболкам бар, жаздың күні киімге өте керемет, бірақ енді алдында тақтары бар, мінеки. Мүлдем кетпейді, кетіре алмадым. Одан кейін алдындағы жазуларында цветі кетіп жатыр, бұны да тастайтын боламыз. Одан кейін бізде осындай ақ көйлек бар үйде, біраз болып жатқан, папамыз енді мүлдем кимейді. Мен айтып отырмын, фазендаға барып бастайық, сол жерде киіледі әйтеуір, табылады әйтеуір киетін адам. Осындай ақ көйлек, өте жақсы, матасы өте керемет. Одан кейін осындай кепка келген, білмеймін енді қаяқтан келген. Бұны да кимейді. Алматыға панама алып берген едік, оны да кимей қойды. Алматының осындай футболкасы киді, енді ескірді. Бұны да беретін боламыз. Одан кейін осындай тағы да қара футболка бар, бұны да киген болатын, бұл да ескірді, бұны да беретін боламыз. Одан кейін бізде осындай қалың водолазка, өте керемет, өте күшті, бірақ енді Алмат бұны кимеймін дейді, сондықтан бұны да беретін боламыз. Өте жақсы водолазка, өте қалың, бірақ енді Алмат бізде қалың киімдер кимейді, өте қатты ыстықтайды. Ыстыққа шыдамайды, ол көбінесе жұқалау киініп жүреді. Одан кейін менде осындай сандыққа салынатын киімдер жиналды. Енді мынаның барлығы сандыққа сия ма, білмеймін, енді бірдеңке қылып сиыстырамыз әйтеуір. Сандық бізде резина болды, әйтеуір симаса үстінен бас жібересің да сала береміз әйтеуір. Осыншама шалбар, осыншама жаңағыдай свитер, ақ көйлектер шықты. Ендігі кезекте шкафпен бөлісетін боламын. Мінекей бізде осындай киімдер жиналды жоғары жағында. Ортасында бізде полотенцалы тұрады, ол біз жақта тұрады. Одан кейін мінекей көбісі менің киім, папамыздың киімі мүлдем жоқтың қасы. Мына жерде де барлығын жақсылап жинастырып қойдым. Бұл жерде де жаздық шалбар барлығын осы жерге қойып қойдым. Одан кейін мінекей вакуумный пакетті осылай скотчтап жинап қойдым. Алдында кәдімгідей үсініп, кәдімгідей үлкен болып бір жаңағыдай шкафты алып тұрған болатын. Бұл жерден де енді киім шығардым, ол бізде стиркаға кетті. Одан кейін өзімнің пальтонымды чехолға салып қою керек, өйткені шаң болады. Мына шкаф бізде енді кішкене болса да шаң жинайтын сияқты, өйткені осының алдында, киімдерді қоярдың алдында шаңын барлығын сүртіп алдым. Одан кейін Алматтың мінекей шкафында рестестіріп қойдым. Одан кейін маған органайзер алу керек, кәдімгі жаңағыдай ящик сияқты органайзер бар, сондайларды алып осы курткаларды осы жерге салу керек. Осы шкафқа жаңағыдай сиятындай алу керек. Негізі көбісі үлкендеу болып отыр, содан кейін ала алмай жатырмын. Мінекей барлығын жақсылап жинастырып салып қойдық. Бізде Алматтың шкафында пастель жиналып тұрады, бізде полотенца. Мінекей Алматтың полкасы бізде постоянно осындай тұрады. Одан кейін маған ұнағаны ең асты жақсылап реттестіріп жинап қойдық. Енді видеом аяғына келіп жетіпті. Кездескенше.